Фаризажан Фаризағыз. Ақын Фариза Оңғарсынованың туғанына 85 жыл. Осыған орай Қарағандының Кеншілер мәдениет сарайында ақынның өлең мен сені аялап өтем мәнерлеп оқу сайысы ұйымдастырылды. Оған Қарағандыдан 30-дан астам колледж және университет студенттері қатысқан. Фариза Оңғарсынова қазақтың халық жазушысы, қоғам қайраткері, өлмес жырларымен қазақтың ойында да, жүрегінде де мәңгі қалатын дара тұлға. Фариза қыз қазақ поэзиясының төрінде, төбесінде тұратын жұлдыз іспетті. Ерке Фаризаның 85 жылдығына орай Кеншілер мәдениет сарайында мәнерлеп оқудан жыр додасын өткізді. Ұйымдастырушылар негізгі мақсатымыз ақынның шоқтығын мәңгі сөндірмеу деді. Жас толқында жастарды поэзияны сүюге, өнерді бағалауға, Фариза ақынның лирикасын кеңінен насихаттауға бағытталған. Және бұл шара жоғары оқу орындары мен колледж студенттерінің арасындағы мәнерлеп оқу сайысы. Бұл байқауға 30-ға тарта үміткер өтінім берді. Негізі сайыста бақ сынасуға ынта білдіргендердің саны 60-тан асып жығылған. Ұйымдастырушылар өтінім бергендерді іріктеп таңдап алған. Дәл осындай көрсеткіш болса, жыл сайын ұйымдастыруға қарсы емеспіз дейді. Бұл енді 85 жылдығына орай өткізіп жатырмыз. Бірақ биік деңгейде өтіп, елдің ықыласына бөленіп жатса, біз бұны дәстүрлі оқуға, байқауға айналдыратын ойымыз бар. Әлия Нұрболат Әбілқас Сағынов атындағы университеттен келген. Бұл сайыста Фариза Оңғарсынованың «Тыңдар тірі адамдар, ауыл қызы, сағына түссін дедің бе» өлеңдерін оқиды. Әлия ақын шығармашылығының несімен ұнайтындығында айта кетті. Өмірі шығармашылығын, әрине, өлең жаттамастан бұрын адам ақынның өміріне шолу жасау керек қой. Оқыдым. Көбінесе ол кісі махаббатқа, солай махаббатқа жақын болған кісі екен. Және де шындықты, ішіне шындықты, қалай айтсам екен, ашынып айтады ғой адамдар. Көп нәрсені көріп, сол сияқты көп өлеңдері ашынып жазылған өлеңдер. Жарыста жеңіске жеткендерге бірінші орынға 80 мың теңге жүлде, екінші орынға 70, үшінші орынға 60 мың теңге берілді. Сонымен қатар барлық қатысушылар алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтарға ие болды. Дидар Қалқатай, Мержан Жұмамұрат, Ирина Нинашева, 5-ші арна.